Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып 40-шы сабақ. Балалар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Алда жаңа сабақтарды көретін боласыңдар. 40-шы сабақ жүздік, жүздіктермен санау, жүздіктерді қосу және азайту. Сен санаудың жаңа бірлігі, жүздің қалай құрылғанын білесің және жүздіктермен санауды, жүздіктерді жазуды, салыстыруды, қосуды және азайтуды үйренесің дейді. Бірінші есепте балалар қалып қойған сандарды ата дейді. Асында бір бірлік қаншаға тең? Яғни бірге екі бірлік 2, 3 бірлік 3, 4 бірлік 4-ке тең екен. 5 бірлік 5-ке, 6 бірлік 6-ға, 7 бірлік 7, 8 бірлік 8, 9 бірлік 9 болады екен. Балалар, әсінде 10 бірлік 1 ондық тең 10, 20 бірлік 2 ондық 20-ға тең, 30 бірлік 3 ондық 30-ға тең, 40 бірлік 4 ондық 40-ға тең, 50 бірлік 5 ондық 50-ге тең, 60 бірлік 6 ондық 60-ға тең, 70 бірлік 7 ондық 70-ге тең, 80 бірлік 8 ондық 80-ге тең, 9 бірлік 9 ондық 90 бірлік 9 ондық 90-ға тең. Бысында 10 ондық 1 жүздік 100-ге тең екен, 90 ондық 900 900-ға тең екен, 100 жүздік 1 мыңдық 1000-ға тең екен балалар. Кез келген разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғары разрядтың бір бірлігін құрайды дейді. Бұл балалар разрядтық қосылғыштарға жіктеу деп аталады. Екінші есепте суреттерге қара, түймелерді сана, 1-1-ден 10-ға дейін, ондықтармен 100-ге дейін, жүздіктермен 1000-ға дейін. Бір түймені бір бірлік деп қабылдайық дейді. 1-ден 10-ға дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейді. 10-нан 100-ге дейін дейді. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Бұлар ондықтар. Енді жүздіктер. 100-ден 1000-ға дейін 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1000. Яғни, бұл жерде біз бірліктер, бірінші қатар, одан кейін ондықтар, одан кейін жүздіктер, ең соңынан барып біз мыңдықтарға келіп отырмыз. Үшінші есеп, мысалдарды түсіндіре отырып шығар дейді. Сіздерге астында 20 қосу 30 берілген. Енді соны ондыққа айналдырамыз. 20 ондығымыз 2 ондық, яғни 2 онның қосындысы 20 ондықтармен есептейміз. 20 қосу 30, 30-ымыз 3 ондық, яғни 3 он санын қосқанда ондық шығады, 3 ондық шығады. 2 он қоссақ 5 ондық шығады, ал 5 ондығымыз 50 санын құрайды екен. Келесі есеп 60 азайту 40 тең болады. 60-ымыз 6 ондық, 40-ымыз 4 ондық, 2 ондығымыз 20 болады екен. Келесі есеп 300 қосу 700. 300-іміз, балалар, 300-дік 100, 100 қосу 100, 200, 200-ге 100-ді қоссақ 300. Яғни 300-іміз 3 рет 100-дің қосындысы, ол 300-дік болады. 700-іміз 7 рет 100-дің қосындысы 700. Енді 300-дік пен 700-дікті қосатын болсақ, ол 10 жүздік. 10 жүздігіміз, балалар, 1000 болады екен. Әсінде де осындай есеп. Әсінде 300-дік пен 70-дің 300 пен 70-дің қосындысы. 300-дігіміз 30 ондық, 70-іміз 7 ондық. Ендеше 37 ондық болады екен. 37 ондығымыз 370 болады екен. 65 ондық пен 2 ондықтың айырмасы. 63 ондығым айырмасы 65-тен 65 ондықтан 2 ондықты алсақ 63 ондық қалады. 63 ондығымыз
630 болады екен. 23 ондығымыз бен 77 ондығымыздың қосындысы 100 ондық болады. Ендеше 100 ондығымыз 1000 болады екен. 97 ондық пен 65 ондықтың айырмасы 32 ондық. 32 ондығымыз 320 болады екен, балалар. Төртінші, амалдарды орында. Жақша ішінде 600 бен 100-дің қосындысы, жақша сыртында 200. 600 бен 100-дің қосындысы, балалар, 700 болады. 700-ден 200-дің айырмасы 500 болады екен. Келесі есебіміз, жақша ішінде 9 бен 500-дің айырмасы 400. 400-ге біз жақша сыртында 300-ді қоссақ 700 болады екен. Келесі есебіміз ондықтармен берілген. Жақша ішінде 89 ондық пен 9 ондықтың айырмасы. Бұл жерде 80 ондық болады. 80 ондығымызды жаңағыдай жүздіктерге айналдырсақ, онда 800. 800-ге 200-ді қоссақ 1000 болады екен. Соңғы есебіміз 57 ондық пен 3 ондықтың қосындысы. 57 ондық пен 3 ондықтың қосындысы 60 ондық болады. 60 ондығымыз 600 болады. 600 пен 300-дің қосындысы 900 болады екен. Бесінші есеп салыстыр дейді. 34 ондық, 43 ондық. 34 ондығымыз, балалар, 340. 43-іміз 430. Сонда 430, 43 ондығымыз артық. 10 ондық 100 бірлік. Екеуі тең. 10 ондығымыз 100-ге тең екен. 500 бен 9-дің салыстырсақ 900 артық. 50 мен 90-ды салыстырсақ 90 артық әрине. 10 ондық және 100-дік. Екеуі де тең. 10 ондығымыз 100 болады. 100-дігіміз де 100 екен. 100-дік пен 1 мыңдық. Әрине 1000-дік артық болады. 600 мәтіндерді салыстыр. Бос орынға тиісті санды қойып, тесіктерді шығар дейді. Асыр, қазан айында кітапханадан 45 бала, ал қараша айында 44 бала кітап алды. Осы 2 айда балалар неше кітап алды дейді. Қазан айында 45 бала келді, қараша айында 44. Барлығы қанша деп сұрап тұр бізден. Шешуі 45 пен 44-дің қосындысы 89 бала кітап алған екен 2 айда. Әсінде қазан және қараша айларында кітапханадан қанша бала кітап алды дейді. Қазан айында 45 бала кітап алса, қараша айында неше бала кітап алған дейді. Қазан айында 45 бала шартын құрамыз. Қараша айында белгісіз. Барлық бала бұл жерде 89 бала, жаңағы есепке кері есеп сияқты. Шешуі 89 азайту 45-ден 44 бала қараша айында кітап алған екен. Жетінші есеп. Амалдарды орында дейді. Бірінші есепте 500 бен 400-дің қосындысы берілген. 900. Екінші есепте жақша ішінде 56 ондық, қосу 24 ондық, азайту 400 дейді. Енді 56 мен 24 ондық 80 ондық болады. 80 ондығымыз 800. 800 бен 400-ді азайтсақ 400 екен. 70 бен 50-дің айырмасы 200. 400 бен 1000-ның қосындысы 500, 500-ден 300-ді азайтсақ 200. 63 ондық пен әсінде салыстыру, 63 ондық пен 23 ондық пен 500 бен 200-ді азайтамыз. Әрине бұл жерде 63 пен 23-дің айырмасы артық болады. 27 мен 7 ондық 100 бен 100-дің қосындысы. Бұл жерде екеуі тең. 27 ондық пен 7 ондық 20 ондық. 20 ондығымыз 200. 200 бен 200 тең болады. 8-ші есеп 96 мен 23-ның айырмасы 27, 4 пен 49-ның қосындысы тең болады екен балалар.
балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Біздің арнамызға тіркеліп отырыңдар.